домбыра аспабы? Неге басқа аспап емес? Енді қазағымыздың коды дейді ғой, ұлттық аспап, альпинисттік жаңағы экипировка өте қымбат. Мен ондайға дайын болған жоқпын, өзім білген де жоқпын. Өлсем өле салам деген ой болды ма? Көбісі сұрайды, биіктіктен қорықпайсың ба? Қорқу деген сезім болмайды. Сәлем, бұл Кел сөйлесейік подкасты. Бүгін біз мәдениет және өнер тақырыбында сөз қозғаймыз. Және келесі біздің қадірлі қонағымыз әлеуметтік желіде хит болып жүрген домбырашы, альпинист Әлібек Қайырбек. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз, рахмет. Әлібек мырза, сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Ал енді бірден жаңағы видеоны сұрамас бұрын өзіңізден бастайық, иә? Домбыраға деген қызығушылық қай сәттен басталды? Мен өзім Көкшетау қаласының тумасымын. Балалар музыка мектебіне өзім әжем жетектеп апарған. Бұйырса үлкен әртіс болып, менің атым өзі Әлібек. Әлібек Тынышев деген енді біздің әртісіміз бар. Ұлы тұлға. Әжемде ұлы тұлға болып, музыкант болсын деп домбыраға берген болатын. Көкшетау қаласына Біржан Салатындағы музыка мектебін тәмамдаған соң, мен Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжіне түстім. Ол жерге түспес бұрын мен бір Астана меридиан конкурсқа қатысып, жүлделі орын алып, ол жүлделі орын грант екен болған. Оқуға грант? Иә, колледжге грант болды. Айман Мұсқажаева уақыттағы ректорымыз оқуға шақырып, мен оқуға түсіп, колледжді тамамдағаннан кейін Қазақ ұлттық өнер университетінің университетіне түстім. Оны тамамдағаннан кейін қазіргі уақытта Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының халық аспаптары ансамблінің әртісімін. Ал неге домбыра аспабы? Неге басқа аспап емес? Енді қазағымыздың коды дейді ғой, ұлттық аспап. Өзім мен қазақ отбасында туғаннан кейін енді қазақ дәстүр болған соң, енді қазақ отбасы болған соң, енді нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенде әжем домбыраға берді. Бала кезімде айтқан, домбыра тартсаң, бәрі жақсы болады. Биік шыңдарды бағындыра бер дегенде болды, биік шыңдарды. Тікелей түсінген сияқтысыз, Тікелей түсіндім. Содан бері. Сол қара домбыраңызды алып, Гималай шыңына барып, сол домбыраны сүймек деген екенсіз. Хабардың 30 жылдығына орай туында ұстап, түскен суретіңізді де көрдік. Ал бұл идея қайдан келді? Бұл идея шынымен осы университет оқып жүргенде пайда болған идея еді. Өзім мен спортқа жақын болдым, марафондарға қатысатын. Өте жақсы, көп марафондарға қатысып, жүгіріп жүрдім. Одан кейін енді спортқа деген қызығушылық болған соң, тағы бір спорт таңдайыншы дедім. Онда Эверест деген кино шыққан. Сол уақытта мен көріп отырдыңыз. Иә, сол киноны көріп қызықтырды. Енді кино өзі мынандай трагический болған соң, даже көп ақпарат іздей бастадым. Таулар не деген, қалай, қай жерде, қалай, биіктіктері қандай. Одан кейін осы 2024 жылы қаңтар айында өзі үйде отырғанда жаңа таулар туралы қайта ақпарат іздей бастадым. Одан кейін Кавказда Еуропаның ең биік тауы бар, Эльбрус деген. Биіктігі 5642 метр. Сол тауға мініп көрейінші дедім. Өзіңіз сонда тауға мініп көрмес бұрын тауда өрмелей білу керек шығар. Оны қайдан үйрендіңіз? Содан бастайық. Мен алматылық тауларға мініп жүргем. Кішігірім тауларға. Өзіңіз ешкімнің көмегінсіз? Енді достар бар, анда кішігірім трек сияқты ғой. Арнайы жаттыққан жоқсыз ба? Жоқ, ондай жаттыққан жоқ. Бірақ идея пайда болған соң, енді жаңағы возможностьтар да пайда болады. Эльбрусқа заявка тапсырғаннан кейін бізге айтты, осындай күндер экспедиция болады. Минеральный воды деген қалаға келу керексіз, осы жерден сізді қарсы алып, одан кейін Эльбрус деген ауылға кетіп, ол жерде дайындық басталады деді. Болды, жақсы. Эльбрусқа дейін жеттік, қалаға ол жердегі қарсы алған адамдар жаңағы жаттығуларды жасадық, үйретті, осындай жіп осылай байланады, осындай карабин бұндайға керек, осындай страховочный система деген бар. Енді альпинисттік жаңағы экипировка өте қымбат. Мен ондайға дайын болған жоқпын, өзім білген де жоқпын, бірақ жаңағы тізімде көргем,
высотный аяқ киім дейді ма, Каспийден қараймын, ол высотный аяқ киім қанша тұрады, 5 миллион дейді ма, жоқ, мен арендаға алайыншы лучше деді. Өлсем өле саламын деген ой болды ма? Пуховка дейді ма, ол пуховка қандай, біздің пуховка ма? Сонда Жоқ. сіз сақтандырмай бұған дейін тауға өрмелей бергенсіз, иә? Сол дүниелерді Енді алмай. Алматылық таулар енді ондай биік деп айта алмаймын, А. бірақ биіктер де бар, бірақ мен кішігірім 3,5-3 мың метрлі тауларға барып жүргенмін. Ол жерге енді ондай күшті экипировка керек Керек емес. емес. Бір жақсы спортивный жылы киім болса болады. Бірақ Эльбрусқа барарда жаңа ол жердегі экипировканы жалға алып, дұрысын келтіріп, андай кошки бар, былай бар, былай. Сонда в общем мен Эльбрусқа міндім. Бірақ мінбес бұрын ойладым мен, жай барғанша домбырамды да ала салайыншы. Мен домбырашымын ғой. Өзімізде домбырашыларда бір тема бар. Сыртқа шықсақ, Парижге барсаң, Эйфель башняны домбыра тартамыз. Сондай бір темалар болады. Өйткені пабликтар салады ғой. Иә. Қазақтың домбырасы Парижде Иә. шырқалды. 2017 жылы Димаш онда біз бірге оқыдық. Ол енді үлкен 200 жылға. Біз Голливудқа барып концерт бердік. Ол жерде де Голливудтың бойында домбыра тартып, оны ЗТБ-ға салып, ЗТБ-ден айға звезда болды. Сонда ойладым мен Эльбрусқа барып видео түсірсем қалай болады екен. Оны последствиясын әлі ойлаған да жоқпын. Домбырамды арқалап бардым, ол таможнядан сұрайды, ол не үшін апара жатыр, соны бәріне түсіндіріп шаршадым. Соңында жеттім, жақтағы альпинистер енді күлген жоқ, қызықты. Мә, қандай керемет идея, молодец. Сен бұндай идеяңды дальше да жалғастыра берсейші, басқа тауларға барып. Мен бірінші Эльбрусқа барып көрейінші, потом көреміз. Соңында білмеймін енді өзіме жаңа ауасы, ауа қысымы аз ғой жерде, кислород жоқ, бірақ жақсы өтті. Мен ұнады, тауға мініп шаршаған да жоқпын. Домбырамды ойнадым, түстім, күшті шаршаған жоқпын. Керемет. Одан кейін Инстаграмға салдым да, соткамды өшіріп тастадым. Өшіргеннен кейін сосын бір уақыттан кейін, бір 2 күннен кейін соткам қоссам, соткам жарылып, звондап жатыр, жаңа телеканалдар звондады, андай-мындай. Одан кейін елге оралғаннан кейін ойлай бастадым, мен жаңа идея өте жақсы, таулар туралы не қызық болады екен. Ол уақытта маған Мақсұт Жұмаев деген қазақстандық ұлы альпинист Инстаграмнан жазылды. Ол ағай енді батасын берді, молодец бауырым, жолың болсын. Мен сол ағай туралы ақпарат іздегеннен кейін көп таулар туралы қызық нәрселер білдім. Жаңа әлемнің 7 ең биік тау деген проект бар. 7 вершин мира. Жаңа әрбір материкте ең биік тау бар. Европада ол жаңағы Эльбрус екен. Африкада Килиманджаро, Солтүстік Америкада, Аляскада Маккинли, Оңтүстік Америкада Аконкагуа, Анды таулары, Антарктидада массив Винсона, Австралия Костюшка и жаңағы әлемнің ең биік тауы Эверест, Азия, 8848 метр. Оралғаннан кейін жаңағы Африканы ойластыра бастадым. Қаңтардың 2-сі Килиманджароға кетіп қалдым, Танзания. Содан кейін келіп, осы жылы Қазақстан Ассамблеясының 30 жылдығы, соған орай алматылық бір тау бар, АНК, сол ассамблеяға арнайы аталған. Соған барып келдім, о жерде де күй тарттым. Одан кейін Гималай тауларына барып, Эвересттің бір шетінде орналасқан Island Peak деген тау бар, 6200 жерге барып домбыраттым. Сонда осы идеяны жүзеге асырмай тұрып қорқыныш болған жоқ па сізде? Шынымен болған жоқ, білмеймін, ондай қорқу, көбісі сұрайды, биіктіктен қорықпайсың ба, ол тауларға адам барып өліп қалады деген. Мен енді алдын ала барарда дайындалам, өзіме сенімді болсам, ешқандай қорқу деген сезім болмайды. Ал енді келесі қандай бір шыңға, тауға шығу жоспарда бар? Бұйырса, қандай күй орындау? О, айтпақшы, күй өте үлкен сұрақ, өйткені көп сұрайды, сен осы тауға барғанда не ойнайсың? Өйткені Эльбруста адай ойнадым. Адай деген жұртты маңғыстаулықтар, красавчик, молодец. Одан Килиманджароға барып тағы адай ойнадым. Келерде сосын маған айтты, Әлике, 10 мың күйі бар, басқа бір күй ойнайсайшы. Сосын енді осы жыл енді Нұрис атамыздың ұлы композитор 100 жылдық. Бірақ Алматыға барғанда жаңағы Балбырауын күйін ойнадым, ал Гималайға барғанда Нұрис атамыздың Алькиса күйін ойнадым. Енді 100 жылдығы болған соң енді атамызға арнадым, кішкене аруағы қуансын деп, енді осындай экстремалды биік тауларға шығып, ол адам көтерілмейді о жерге, домбыра көтеру деген. Қиындық тудырмай ма домбыраны?
шынымен көтерілгеннің жоқ. өзі. Ол жерде бір Ештеңеден қорықпайтын сияқтысыз, иә? ол мына жерде ғой бәрі. Мақсат қой, иә? Мақсатты мақсат. қойдыңыз, домбыраны Иә. биікке көтерем, Иә. күйді орындаймын деген мақсат болды. Мақсат, сол иә. дегеніңізге Және де жеттіңіз. мақсаттан бөлек мотивация, Мгм, артыңда ел бар, мгм, рух бар дегендей. Және де мен жаңағы жобамды іске асқаннан кейін әлем рекордтар гиннесіне енгізгім келіп жүр. Өйткені О, әлем бойынша бұндай проект жүзеге асып жүрген адам жоқ. Бұл проекттің аналогы жоқ, Мгм. былай қарасақ. Жұрт енді сен Қазақстанда жалғызсың дейді, біреулер айтады әлемде жалғыз шығарсың деп. Сол бұйырса енді жаңағы 7 шыңға шықсам, домбырамды сол әлем рекорд гиннесіне енгізу, жаңағы биік тауларда әлем бойынша жалғыз аспап болған домбыра деген. ал қолдауды кім білдіреді? Сіз сөйтіп саяхаттап жүрген кезде Мгм. үй бар, күй бар, Өте қаражат өте бар, өте күшті сұрақ. мемлекет тарапынан қолдау бар ма? Өте күшті сұрақ. Эльбрусқа енді өзім бардым, өз қаражатым, өйткені онда әлі идея да болған жоқ. Одан кейін Килиманджароға дейін көп хат жаздым. Болған жоқ. Килиманджародан кейін жаңа басқа тауларға да экспедицияға ақша сұрадым. Мен Island Peakке бармас тұрын жаңа басқа тауларға да ақша сұраған болатын. Болған жоқ. Білмеймін неге. Мемлекеттен. Мемлекетке де жаздым. Қолдау болған жоқ. Білмеймін неге екен, бірақ таудан түскеннен кейін біздің азамат, біздікі, Пост шыққаннан кейін. иә, біздің жігіт молодец. Бірақ мен хабарласқанда өкінішке орай ақша жоқ, қаражат жоқ, бірақ біз біргеміз дейді. Енді бұйырса бір тау бар, Тянь-Шаньға дайындалып жатырмын қазір. Оған енді бір жақсы аға кездестірілді. Қазір біз процесстен. Инвестор, спонсор. Инвестор, иә, ол өзі қой спортшы болмаса да әлем бойынша шарлай береді. 120 елде болған біздің қазақстандық күшті ағаш. Соңыра енді бәрі жақсы болатса туын көтерем ғой тауға. Бірақ осы кеше ғана кездестік, түсіндіріп айттым. Айтты, болды, келесі тауың қандай? Айттым, осындай 2 айдан кейін Тянь-Шань таулары еді. Бұл жақсы, қолдаймын деді. Қазір енді ол енді жай былай ақша бере салатын нәрсе емес қой, үлкен компания болғандықтан көптеген қаражат, документация деген, бухгалтерия сондай өткізу керек. Сол бір айда соған кетеді. Ал енді қазір бізді көріп отырған, тыңдап отырған оқырманға, көрерменге өзіңіз сияқты өмірде қандай да бір мақсат келсе, оны қорықпай жеңе білуге арналған осындай бір кеңесіңіз болса, өзіңіздің тарапыңыздан өмірлік. Мен өзім бүгін ғана бір лекциямен шыққам балаларға ғой, студенттерге. Өзім мен Астана қаласы полиция департаментінің есірткіге қарсы кеңес мүшесімін. Жаңа балаларға мотивация ретінде келіп, айтамыз осындай. Шын мәнінде өз адамның эвересті болады. Мысалы, әр салада, мысалы, біреу министр болғысы келеді, ол соның эвересті болады. Біреу сондай. Ең бастысы шаршамау керек. Бір жақсы бір өлең шумағы бар. Шаршадым деме, шықпаған мұнар төрің бар. Шаршадым деме, жүзіп өтер көлің бар. Шаршадым деме, сынағатты шөлің бар. Шаршадым деме, мәңгі демалар көрің бар дегендей, ешқашан шаршамау керек. Алға қойған мақсатыңа жету керек. Ешқандай бір проблемалардан көзін жұмып, жаңа мақсатыңа жете беру керек. Ең бастысы шаршамасын деген сөз ғой. Ең бастысы шашылмаңыз дейсіз. Шаршама деген. Шашылма, биік шыңға жет дейсіз. Рахмет көп уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сәттілік. Келесі тағы да басқа таудан контент күтеміз. Рахмет, әмин айтқаныңыз келсін.